сіздермен мен Ұланбек. Достар, бүгін мен пицца пісіретін болам. Пицца Маргарита, короче. Бүгін пицца пісіргенді көретін боласыздар. Мен ешқашан өмірде пицца пісірмедім. Короче, пицца Маргарита пісіретін болам. Оған помидор керек, қияр керек, банан керек. Короче, бірдеңе керек, достар, енді. Точно бірдеңе керек. Достар, давайте бірінші мен өзімнің киімімді ауыстырып көрейін, достар, мен фартук қалмадым, короче. Мен ойладым бар деп. Мен чехолым қайда? Чехол ма? Ата пицца істеуге көмектесеміз ба? Пицца пісіп. Или өзі істей берсін ба? Короче, достар, все, ингредиенттерді дайындай берейік. Біріншіден бізге, короче, қараңдар ингредиенті. Все, бар. Мына жерге. Вода 250 мл. Су бізде бар. Мінеке, достар, су. Айтпақшы, мынау кім деп ойлайсыздар, достар? Кім деп ойлайсыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Мне кажется, ол азымханаға ұқсайды сияқты. Вода 200 мл. Өлшеп аламыз, несі? Вода, ладно, бар дейік. Мука. Он керек, достар. Ал не істейміз енді? Он жоқ. Базар жоқ, он жоқ, достар. Базар жоқ. Жайнауға тек. Жайнауға істейміз, не істейміз, достар? Достар, он жоқ, короче. Ладно, достар, мен магазинге барып қайтамын, онда тез соны оқып қайтамын. A few moments later. Что-там, достар, алып келдім магазиннен. Тез істеу керек бізге. Неге жоқ қой? Видео түсіріп жатырмын, ата. Видео түсіріп жатырмын, видео. Видео. Все, достар, телефон жоқ, короче. Мен бәрін жазалым, потому что телефон жоқ. Все, достар, маған миска керек. Қазір маған ұн істеу керек. Бірінші су, 250 мл, так. О, ровно 250, достар, құямыз. Вау, достар, су. Суға қосамыз дрожь. Достар, мен осы моментте үйде дрожь жоқ екенін түсіндім. Жизнь это просто повод поесть говна. Достар, мен стресс. Достар, мен екінші рет барайын деп жатырмын магазинге дрожь алуға. A few moments later. Келдім мен, достар, дрожь алып келдім, наконец. 2 рет бардым магазинге. Все, суды қостым. Дрожь, так, енді вроде на сухой ма? Активті. Білмеймін, короче, достар, қоса берем. На глаз қосам. Көзіне қосам, я. 7 грамм, примерно ол мына қасықтың жартысы. Ой, так. Оп. Ой-ой, так, мне кажется. Мне кажется, осындай жарайды сияқты. Все, осылай қосам. Короче, шекер бар ғой, надеюсь, шекер бар енді, достар. Мынандай қосам. Мына жер жазылып тұр, жарты чайный ложки деп, мынау чайный емес, мынау кутақандай ложка. Олшын шамалы қосам тағы. Енді тұз. Достар, енді тұз салу керек. Тұз примерно дәл сондай жарты столовый ложка. Ой, жарты чайный ложка деп. Достар, мынандай olive oil 20 грамм қалай есептеймін мен, достар? Так, şimdi санап көрейік. Мынау жаңа егер бір чайный ложка 5 грамм болса, бір чайный ложка қоямыз, значит 2 чайный ложка 20 грамм. Достар, мен гениймін. Оп, біріншісі кетті, достар. Ой. Все, біреу. Все, достар, қостық оливковое масло, енді так, оны да
он бізде 450 грамм достар, ең көбі бізде. Там, блин, мне кажется, достар, қараңдар, тағы математикалық, мен генемін ғой достар, математикалық есептеулерді қолданайын. Мына 1 килограмм жартысы бұл 500 граммнан шалы 1 грамм алсаңыз. Так что, все, мен генемін достар. Так, ну давайте просто мынаумен қолдана салайын, не тупить. Қосайық. Ой. Уау, достар, төгіліп кетті ғой. Ровно 450 болды. Әдемі, все қосамыз. Ема, достар, мука через ситечка деді ғой. Ё-моё. Достар, негізі мынандайдан өткізу керек болатын, бірақ мен уже ладно. Бүйтеміз, короче. Негізі осылай істеу керек. Нормально, достар. Көріп тұрсыңдар ма? Идеально, достар. Идеально. Мен достарына араластыру қиын болайын деп тұр, потому что айтады, короче, 10 минут араластыру керек дейді. Мен 10 минут араластырып тұрмын білмейтін аны. Ема, достар, қараңдар. Реально не сияқты, қамыр сияқты болып бастады. Ема, достар, мен бірінші істеп жатырмын. Может, менде талант бар шығар. Ата қараңыз. Әдемі шығады ма? Жақсы. Достар, қарап тұрғандарыңыздай, мен уже мына жерде қамырды илеп жатырмын, үстіне ұн қосып жатырмын, и вообще нормально болып жатыр қазірше. Сосын так шамалы сұйықтау болып шығып жатты басында, міне көріңіздер. Қараңдар. Бірақ жабысып жатыр, конечно, жестко бірақ. Но мне кажется, осындай болу керек сияқты, да? Чё там, достар? Сағат уже 9, примерно 3 сағат өтті. Потому что ата-аналарым келіп қалды да, и осы жақта шай іштік. Негізі қамыр дейтін жарты сағат тұру керек болатын, бірақ 3 сағат тұрды енді. Мне кажется, особо разница жоқ сияқты. Достар, қараңдар, жабысқақ. Пицца шыға ма бұдан? Білмеймін, шығарады. Достар, мама май құйып жатыр. Бір ана ғой. Ол тағы. Мынаны сал. Неге сал мынаны. Сал. Жай. Жай. Қата етпей қолыңа жай. Ана жағын бере бермей ұстап тебе удобно ғой. Мына жерде әлі қалың. Жай. Достар, міне осылай қойдым қамырды. Достар, ары қарай мен уже өзім интуициям істейтін боламын. Помидор. Все, достар, бізде барлық ингредиенттер дайын. Бізде қамыр. Достар, қамыр осы. Үстіне қазір енді мына томатный соусты жағатын боламыз. Шыққан жоқ. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал. Все, достар, томатный соус кетті, бісміллә. Достар, қараңдар, осындай пицца шығып келе жатыр. Сізге емес, апа, сізге емес. Осындай терка бар. Мне кажется, керек емес, онда үлкен терканы алып, себебі не керек, иә? Достар, ана уже қызып жатыр, все, давай. Все, достар, тез. Сыр, давай, кеттік. Блин, идет. Давай, кес. Ой, достар, бақыма жоқ қойдым.
Қоямыз. Үлгереміз. Оп. Көтен, нормально. Главное, чтобы тәтті болса болды. Достар, мен пиццам дайын болып, наконец-то духовкаға салуға болады. Достар, қараңдар қандай әдемі пицца. Вау! Соусын салатын боламын. Бисмилля. Примерно ортасына салайын. Все, достар, күтеміз енді. Ура! Бітті пицца. Наконец-то. Достар, короче, примерно бір 15 минут па, 20 минут па өтті. Все, 1, 2, 3. Ема. Все, достар, все, алайын деп жатырмын. Бисмилля. Қайтсын ба? Ема, достар, қараңдар. Достар, мен істедім. Мен бірінші рет өмірімде пицца істедім. Мне кажется, нормально шыққан сияқты. Енді қазір дәмін көретін боламыз. Все, достар, кеттік. Мен көрін келтір қатты. Так, достар, кесейік ал. Давай. Так, все, достар, қараңдар. Қайсын таңдайын бір жақсысын. Все, достар, мынау, кажется, ең сочный андай кусочек сияқты. Қараңдар, достар. Мне кажется, бірінші пицца үшін неплохо сияқты. Бисмилля. Жақсы. О, шыққан. Мама, біреуін көрім, мама. Шыққан. Достар, мен бірінші істеп жатқан пиццама 10-нан 8 қоям. Неге 8? Потому что бұл жерде тек помидор, колбаса жетіспейді сияқты. Бірақ жалпы негізі жақсы. Достар, все, осындай видео бізде шықты. 1000 лайк жинап кетейік. Сонда келесі видео шығатын болады. Или осы рубриканы жалғастырамыз. Келесі, может, бургер істейін ба, картошка фри істейін ба, может, бешбармақ істейін ба. 1000 лайк жинап тастайық. Подписаться етіп кетіңдер. Все, ондай. Давайте, пока.